Абайдың 41-ші қара сөзі. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі бек зор өкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар, әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хәтта қыздарды да, ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, бұл аталары қартайып сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастапқы айтқандай жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып көндірерлік күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкін де емес. Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақылменен не жырлап, не сырлап айтқанменен еш нәрсеге көндіру мүмкін де емес. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен біткен надандық әлдеқашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гүлдегі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды. Ойласа да бұрыла алмайды. Егер сөз айтсаң, түгел тыңдап тұра алмайды. Не көңілі, не көзі алаңдап отырады. Енді не қылдық, не болдық? Абай Құнанбайұлы қазақ халқының рухани ұстазы, ұлттық ой-сана мен мәдениеттің кемеңгер өкілі. Оның шығармалары қазақ руханиятының алтын қазығы. Әсіресе қара сөздері халқымыздың тарихи санасын, болмыс бітімін, адамдық қадір-қасиетін, елдік мінезін терең пайымдайтын, ғұмырлық мәнге ие философиялық еңбектер. Соның бірі 41-ші қара сөз. Бұл қара сөз Абайдың халыққа деген қамқорлықтан туындаған, алайда түңіліске толы, тағдырлы туындысы. Мұнда ол өз халқының кемшілігін ашық айтып қана қоймай, оны түзету жолдарын да ұсынады. Бірақ бұл жолдар іс жүзінде орындалуы қиын, тіпті мүмкін емес екенін аңғарып, үміт пен торығу арасында терең толғанысқа беріледі. 41-ші сөз көлемі жағынан шағын болса да, көтерген мәселесі жағынан аса салмақты, терең. Абай мұнда халықты түзеу үшін екі ғана жолды ұсынады. Бірі зорлықпен тәрбиелеу, екіншісі байлықпен жолға салу. Бұл екеуінің де астарында үлкен әлеуметтік философиялық ой жатыр. Абайдың ойынша қазақ қоғамында ақылмен, өнегемен ешкімді оңай көндіру мүмкін емес. Себебі халықтың бойына әбден сіңіп кеткен надандық, бейқамдық, тіршілікке немқұрайлы қарау сынды келеңсіз қасиеттер оларға ақылдың әсер етуіне жол бермейді. Абай халықты түзеу үшін ең алдымен мықты билік қажет дейді. Өкіметтің күші болмаса, ересектерді тәртіпке келтіру мүмкін емес. Жас балаларды еріксіз түрде ата-анасынан алып, медреселерге беру қажет. Бұл Абайдың сол дәуірдегі қазақ қоғамының тәртіпсіздігі мен бейбастығын түзеудің жалғыз жолы деп есептеген әрекеті. Балаларды ғылым жолына түсіру, болашақ ұрпақты дұрыс жолға салып, ұлттық сананы оятудың жолы. Бұл тұста Абайдың тәрбие мәселесіне ерекше көңіл бөлетіні көрінеді. Ол үшін оқыту жүйесі қатаң тәртіппен жүргізілуі тиіс. Әр бала өз қабілетіне қарай ғылымға бөлінуі керек. Абай ғылымның бір ғана саласын емес, сан түрлі бағытын меңзеуі арқылы қазақ баласына кең өріс, терең білім керектігін меңзейді. Бұл терең стратегиялық көзқарас. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының рухани ұстазы, ұлттық ой-сана мен мәдениеттің кемеңгер өкілі. Оның шығармалары қазақ руханиятының алтын қазығы. Әсіресе қара сөздері халқымыздың тарихи санасын, болмыс бітімін, адамдық қадір-қасиетін, елдік мінезін терең пайымдайтын, ғұмырлық мәнге ие философиялық еңбектер. Соның бірі 41-ші қара сөз. Бұл қара сөз Абайдың халыққа деген қамқорлықтан туындаған, алайда түңіліске толы, тағдырлы туындысы. Мұнда ол өз халқының кемшілігін ашық айтып қана қоймай, оны түзету жолдарын да ұсынады. Бірақ бұл жолдар іс жүзінде орындалуы қиын, тіпті мүмкін емес екенін аңғарып, үміт пен торығу арасында терең толғанысқа беріледі. 41-ші сөз көлемі жағынан шағын болса да, көтерген мәселесі жағынан аса салмақты, терең. Абай мұнда халықты түзеу үшін екі ғана жолды ұсынады. Бірі зорлықпен тәрбиелеу, екіншісі байлықпен жолға салу. Бұл екеуінің де астарында үлкен әлеуметтік философиялық ой жатыр. Абайдың ойынша қазақ қоғамында ақылмен, өнегемен ешкімді оңай көндіру мүмкін емес. Себебі халықтың бойына әбден сіңіп кеткен надандық, бейқамдық,
тіршілікке немқұрайлы қарау сынды келеңсіз қасиеттер оларға ақылдың әсер етуіне жол бермейді. Абай халықты түзеу үшін ең алдымен мықты билік қажет дейді. Өкіметтің күші болмаса, ересектерді тәртіпке келтіру мүмкін емес. Жас балаларды еріксіз түрде ата-анасынан алып, медреселерге беру қажет. Бұл Абайдың сол дәуірдегі қазақ қоғамының тәртіпсіздігі мен бейбастығын түзеудің жалғыз жолы деп есептеген әрекеті. Балаларды ғылым жолына түсіру, болашақ ұрпақты дұрыс жолға салып, ұлттық сананы оятудың жолы. Бұл тұста Абайдың тәрбие мәселесіне ерекше көңіл бөлетіні көрінеді. Ол үшін оқыту жүйесі қатаң тәртіппен жүргізілуі тиіс. Әр бала өз қабілетіне қарай ғылымға бөлінуі керек. Абай ғылымның бір ғана саласын емес, сан түрлі бағытын меңзеуі арқылы қазақ баласына кең өріс, терең білім керектігін меңзейді. Бұл терең стратегиялық көзқарас. 41-ші сөздегі басты идея білім мен тәрбие арқылы халықты түзеу. Алайда бұл тәрбие кездейсоқ емес, жүйелі әрі жоспарлы түрде жүзеге асуы қажет. Абай білімнің күшіне сенеді, бірақ оны халыққа жеткізу жолында қандай кедергілер бар екенін де жақсы біледі. Ол надандықпен күресте ақыл, өнеге, үгіт сияқты құралдардың өз нәтижесін бермейтінін ашық мойындайды. Бұл оның күрескерлік рухының өмірлік тәжірибесінің айнасы. Абайдың түңілуі үміттің жоғалғанынан емес, қайта ұлы мақсаттың орындалмай жатқанына деген ішкі күйініш. Ол халыққа жаны ашығандықтан, оларды түзегісі келгендіктен осыны айтып отыр. Оның әрбір сөзі шындыққа негізделген, әрбір тұжырымы терең ойдан шыққан. Бұл сөз арқылы ол қоғамға айна ұстайды, елдің бет бейнесін көрсетеді, қателігін бетке басады. Бірақ бұл айыптау емес, бұл елін сүйген Абайдың ашы шындығы. Сөздің тілдік құрылымына келсек, Абай мұнда көркемдік құралдарды ұтымды пайдаланған. Метафора, теңеу, шендестіру бәрі де халықтың халін ашық, нақты жеткізуге қызмет етіп тұр. Мысалы, етінен өткен, сүйегіне жеткен деген тіркес, надандықтың тамырын ғана емес, оның адам табиғатына қаншалықты сіңіп кеткенін көрсетеді. Бұл, көркемдік құрал арқылы терең мағынаны ашу тәсілі. Сонымен қатар, ырбаң, пыш-пыш, гуілдеу, дүрілдеу сияқты еліктеуіш сөздері арқылы халықтың әрекетсіздігін, бос тіршілігін нақты сипаттайды. Бұл сөздер Абайдың сын айтудағы тапқырлығының, көркем сөзге шеберлігінің дәлелі. Абай бұл сөзінде тек қазақ халқының ғана емес, бүкіл адамзат баласының тәрбиесі мен мәдениеті жөніндегі ойларын жинақтайды. Бұл философиялық мәні терең, жалпы адамзаттық деңгейдегі еңбектердің бірі. Ол жастардың білімді болуын армандайды, қыз баланың да ғылым үйренуін, дін тануын қалайды. Бұл сол дәуір үшін өте батыл, ал бүгінгі күн үшін де өзекті мәселе. Абайдың бұл қара сөзін бүгінгі заман тұрғысынан қарағанда да өзектілігін жоймағанын көреміз. Бүгінде тәрбие, білім беру, ұлттық сана, адамгершілік мәселелері дәл сол күйінде қалып отыр. Тек бұрынғы пыш-пыш, гуілдеу басқа формада, бірақ сол мәнде өмір сүруде. Бүгінгі қоғамда тұтынушылық, дарақылық, жалаң мақтаныш секілді мәселелермен бетпе-бет. Абайдың ашы шындығы бүгінгі елге де сабақ. Ол бізден әрекет күтеді. Ол сөзбен ғана шектелмей, шынайы өзгеріс болуын қалайды. Қорыта айтқанда, Абайдың 41-ші қара сөзі тек бір дәуірдің ғана емес, күллі қазақ халқының рухани дертіне берілген диагноз. Ол бұл сөз арқылы бізге ой тастайды, ұлт ретінде қандай болуымыз керек екенін ескертеді. Абайдың талабы елінің сауатты, тәртіпті, білімді болуы. Оның арман мақсаты ұлттық өрлеу, адамдық биіктік, ел болашағы. Абай айтқан екі жол, қатаң тәртіп пен байлық арқылы тәрбиелеу, бізге таңдау емес, керісінше ойлануға берілген шарт. Бұл шартты тереңнен ұғынып, оны жүзеге асыру жолында ұлт болып жұмылу біздің бүгінгі міндетіміз. Абайдың осы қара сөзін толық меңгеру, халқымыздың бойындағы жағымсыз қасиеттерді түсінуге, олармен күресуге бастама болмақ. Оның идеясы әлі де өміршең, әлі де бағыт-бағдар берер шамшырақ. 41-ші қара сөз бізге арнаған Абайдың үндеуі, ескертуі әрі мұрасы. Оны тыңдай білу ардың ісі, ал орындау елдік парыз. Абай бұл сөзінде тек қазақ халқының ғана емес, бүкіл адамзат баласының тәрбиесі мен мәдениеті жөніндегі ойларын жинақтайды. Бұл философиялық мәні терең, жалпы адамзаттық деңгейдегі еңбектердің бірі. Ол жастардың білімді болуын армандайды, қыз баланың да ғылым үйренуін, дін тануын қалайды. Бұл сол дәуір үшін өте батыл, ал бүгінгі күн үшін де өзекті мәселе.
Абайдың бұл қара сөзін бүгінгі заман тұрғысынан қарағанда да өзектілігін жоймағанын көреміз. Бүгінде тәрбие, білім беру, ұлттық сана, адамгершілік мәселелері дәл сол күйінде қалып отыр. Тек бұрынғы пыш-пыш, гуілдеу басқа формада, бірақ сол мәнде өмір сүруде. Бүгінгі қоғамда тұтынушылық, дарақылық, жалаң мақтаныш секілді мәселелермен бетпе-бет. Абайдың ащы шындығы бүгінгі елге де сабақ. Ол бізден әрекет күтеді. Ол сөзбен ғана шектелмей, шынайы өзгеріс болуын қалайды. Қорыта айтқанда, Абайдың 41-ші қара сөзі тек бір дәуірдің ғана емес, күллі қазақ халқының рухани дертіне берілген диагноз. Ол бұл сөз арқылы бізге ой тастайды, ұлт ретінде қандай болуымыз керек екенін ескертеді. Абайдың талабы елінің сауатты, тәртіпті, білімді болуы. Оның арман мақсаты ұлттық өрлеу, адамдық биіктік, ел болашағы. Абай айтқан екі жол, қатаң тәртіп пен байлық арқылы тәрбиелеу, бізге таңдау емес, керісінше ойлануға берілген шарт. Бұл шартты тереңнен ұғынып, оны жүзеге асыру жолында ұлт болып жұмылу біздің бүгінгі міндетіміз. Абайдың осы қара сөзін толық меңгеру, халқымыздың бойындағы жағымсыз қасиеттерді түсінуге, олармен күресуге бастама болмақ. Оның идеясы әлі де өміршең, әлі де бағыт-бағдар берер шамшырақ. 41-ші қара сөз бізге арнаған Абайдың үндеуі, ескертуі әрі мұрасы. Оны тыңдай білу ардың ісі, ал орындау елдік парыз.